Мемлекеттік зейнетақыдан бөлек тағы да қандай зейнетақы алуға болады? Зейнетақы алудың тағы да басқа көздері бар ма? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. 2025 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы жинақтарынан зейнеткерлік жасқа жетуге байланысты орташа төлем 35.616 теңгені құрады. Бұл туралы Нұр.kz порталы хабарлайды. Белгілі болғандай, қазақстандықтар мемлекеттік зейнетақыны ғана емес, егер бар болса, өз жинақтарынан да төлем ала алады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының деректері бойынша 2025 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша салымшылардың жеке зейнетақы шоттарының саны 12,53 миллионды құрады. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен жинақталып қалыптастырылатын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы шартты зейнетақы шоттарының саны 4,83 миллионнан астамды құрады. Жеке және шартты зейнетақы шоттарында сақталған қаражаттың жалпы көлемі 22,68 триллион теңгеден асты. Соңғы 12 айда ол 4,18 триллион теңгеге өсті. Дегенмен, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақшаны жинақтап қана қоймайды. Сонымен қатар оны төлеуге құқығы бар азаматтарға төлем түрінде бағыттайды. 2025 жылдың алғашқы 2 айында қор 260,43 миллиард теңге сомасында төлемдер мен аударымды жүзеге асырды. Тұрғын үй жағдайын жақсартуға және емделуге арналған төлемдер шамамен 157,89 миллиард теңге. Мұрагерлік төлемдер 11,93 миллиард теңгеден астам. Азаматтығын ауыстыруға және Қазақстаннан тысқары жерге тұрақты тұруға көшуге байланысты төлемдер шамамен 5,99 миллиард теңге. Мүгедектерге төлемдер шамамен 551,18 миллион теңге. Жерлеу төлемдері шамамен 1,85 миллиард теңге. Сақтандыру ұйымдарына аударымдар шамамен 45,13 миллиард теңге болды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сонымен қатар зейнеткерлік жасқа жеткенде төлемдерді тұрақты түрде жүзеге асырады. Наурыздың 1-не дейін 2 айда салымшылар 36,98 миллиард теңгеден астам зейнетақы төленді. Орташа төлем 35,616 теңгені құраса, ең жоғарғысы 1 миллион теңгеге жуық зейнетақы алғандар да бар. Шоттарда жинақталуы мүмкін қаражаттың жалпы сомасы көбірек болуы мүмкін еді. Жақында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры инвестициялық кірісі аздап төмендегені және әлі де инфляцияға төтеп бере алмайтыны белгілі болды. Алайда бұл азаматтардың әл-ауқатына әсер етпейді, өйткені олардың жинақтары мемлекет тарапынан қорғалады. Зейнеткерлікке шыққанда қазақстандықтар инфляциядан зардап шексе, қосымша төлемдер алады. Осындай механизм жеке компаниялар басқаратын жинақтар үшін де бар. Қазақстандықтар зейнетақы жинақтары болған кезде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлем ала алады. Төлемдердің мөлшері зейнетке шығу кезіндегі жалпы сомаға байланысты болады. Сондықтан да бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қазірден бастап көбірек жинақтар жинай бастаған өте дұрыс. Ол ертеңгі күніңізге инвестиция болмақ.